ғұмырын құлшылықпен өткізіп, Алла тағаланың разылығын табуды қалаған пенделер үшін ең қасиетті түн Қадір түні. Биылғы Рамазан айының қасиетті Қадір түні мамыр айының 19-нан 20-сына қараған түн. Сақтық шаралары басталды. Оның ішінде мынау мешіттерде бұрынғы осыған дейінгі бұрынғы қойылған шектеулер менен жаңағы тыйымдар өз күшіне қайтадан енді. Яғни жамағат намаздары, ол жаңағы Қадір түні, басқа да тарауық намаздары, айт намаздары мешіттің ішінде өтіл орындалмайтын болды. Осы Қадір түнін үйде қарсы алуға кеңес беріледі. Иншалла сол күні түнде осы мешіт тарапынан біздің уақытшыларымыз онлайн режим арқылы жаңағы YouTube желісі арқылы ihsan.kz желісінде өз уағыздарын жалғастырып, таңғы сәресіге дейін уағыздарын жалғастыратын болады. Ризабек Батталұлы, жаңағы Елдос Қуандықұлы, Айбек Омар сияқты біздің белгілі насихатшыларымыз сол күні онлайн арқылы Қадір түнде осы жамағатпен үйінде тұрса да иншалла бірге болады. Сол күні хатым Құран, 30 күн оқылған хатым Құранның осы мешіттен онлайн арқылы дұғасы оқылады. Сол дұғаға қатысып, әркім өзіне тілек тілеуіне иншалла болады. Елдегі карантиндік жағдайға байланысты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қасиетті Қадір кешінде Құран хатым дұғасын уағыз насихат пен пайдалы дәстүрді онлайн режимде өткізеді. Үйде отырып дұғаға қатысып, насихат тыңдауға толық мүмкіндік бар. Айдана Бекқали, Ерболат Қуатбек, арнайы Life 09 үшін.